Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басты ұмытпаңыздар. Футбол королі Пеле 82 жасында өмірден өтті. Қызының хабарлауынша, Пеле былтыр бүйрек қыркүйекте тоқ ішісі диагнозы қойылған. Биыл ол 3 қатерлік ісік, ішек, бауыр және өкпе және зәр шығару жолдарының инфекция емдеу үшін 2 рет Эйнштейн клиникасына жатқызылған. Пеле 3 рет әлем чемпионы атанған тарихтағы жалғыз футболшы. Ең көп гол соққан ойыншы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Кейбір мәліметтерге бойынша 1281 гол соққан. Кәсіби карьерасы 1977 жылы аяқталған. Тоқаев әйгілі футболшы Пеленің қазасына байланысты Бразилия халқына көңіл айтты. Тоқаев әйгілі футболшы Пеленің қазасына байланысты Бразилия халқына көңіл айтты. Мемлекет басшысы футбол тарихындағы ұлы спортшылардың бірі ретінде оны футболда бүкіл әлемге танытуға зор үлес қосқанын атап өтті. Президенттің айтуынша, Пеле әрқашанда футболға деген адалдық символы, әрі жанкүйерлердің сүйікті футболшы болды және солай болып қала береді деді. Сондай-ақ ол спорттың осы түрі ең жоғарғы деңгейге көтерді деп атап өтті Тоқаев. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.